Сәлем достар, әлеуметтік аударымдарымыз туралы ақпаратты көретін боламыз. Алдымен осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер, және мен жерде инста парақшамды белгілеп кеттім, оған да тіркеліп қойыңыздар. Ол жерде де YouTube каналымда да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Әлеуметтік аударымдарды жалпы декретке шығайын деп жатырған қыз-келіншектер көбінесе қарайды. Мінекей егов порталына кіріп жатырмыз. Қазір егов порталына көбісіңіз білетін шығарсыздар кіруді, иә. ECP ключ арқылы кіреміз. Войти дегенді басып, ECP ключті таңдап, және өзіміздің ключіміздің соң ключ таңдаймыз да паролін теру арқылы кіреміз. Трудоустройство и занятость дегенге кіреміз. Мінекей басқаннан кейін мына жерде информация деп басталып тұр. О социальных отчислениях обязательного социального страхования деп жазылып тұр. Заказать услугу онлайн деп басамыз. Және мына жерден период таңдаймыз. Мысалға, бұл жерде автоматын бір жылды көрсетіп тұр. Мысалы, сізге бірақ 6 ай керек бола ма, может 3 ай керек болатын шығар. Өзіңіз болса арасындағы 2 датаны өзгертіп таңдай аласыз. Және отправить запрос деп басамыз. Екінші шагта біз ECP ключпен уже подпись қоямыз. РСА деген кілтпен қоямыз подписті обязательно. Неке РСА таңдадық, паролімізді жазамыз. Негізінде бұл запросты жібергеннен 4 күннің ішінде жоқ дегенде дайын болады. Бірақ сіз статус дегенде бассаңыз қайта-қайта қазірде дайын болады. Негізі мен 3 рет басқаннан кейін дайын болды. Каналға осы YouTube каналыма тіркеліп қойыңыз. Осы сияқты пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Видеоларыма лайк басып, сохранить етіп алсаңыздар болады. Мінекей бұл бізде әлеуметтік аударымдар.